Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жануарлар қалай көбейеді. Бүгінгі сабақта жануарлардың қалай көбейетінін білесіңдер, жануарлардың түрлерін сақтаудың маңызын түсінесіңдер. Бүгінгі тірек сөз уылдырық. Жануарлардың қандай түрлерін білеміз. Жануарлар қандай топтарға бөлінеді. Яғни сүтқоректілер, құстар, бунақденелілер болып бөлінеді. Және одан басқа бауырмен жорғалаушылар, қосмекенділер және балықтар болып бөлінеді. Осы суреттегі жануарларды қандай топтарға жатқызуға болады? Бүгін сіздермен жануарлардың көбеюі туралы өтетін болғандықтан, әр жануарлардың қалай көбейетінін білеміз. Бірінші суретте тауықты біз білеміз. Тауық жұмыртқа табады, жұмыртқадан балапан шығады. Осы балапандар арқылы, жұмыртқа арқылы тауықтар көбейеді. Келесі бақа. Бақа балықтар уылдырық шашып көбейеді. Олар өздерінің бірнеше миллион уылдырықтарын шашады да, одан кішкентай бақалар мен балықтар шығады. Аюлар, басқа да жануарлар, сиыр, жылқы барлығы өз балаларын туып, сүтпен қоректендіреді. Келесі тасбақа. Тасбақа жұмыртқалайды, жұмыртқасынан кішкентай тасбақалар шығады. Жануарлардың төлін тауып сәйкестендір. Бұл жерде сүтқоректі жануарлар берілген. Осыларды, мысалы, түлкінің баласын, қасқырдың баласын тауып бір-бірімен сәйкестендіру қажет. Сәйкестендіріп болсақ, келесі тапсырмаға көшеміз. Сіздерге зерттеу жұмысы. Жануарлар қалай көбейеді? Жануарлардың суретін тиісті бағандарға орналастырасыздар. Бұл жерде дәптерге екі бағанға бөлесіздер. Бір жағына жұмыртқа салады, не уылдырық шашады деп жазасыздар. Екінші бағанға баласын тірі туады. Мысалы, піл жұмыртқа сала ма, әлде баласын тірі туа ма? Әрине, баласын тірі туады. Сондықтан оны екінші бағанға орналастырамыз. Мысалы, тасбақа жұмыртқа салады, оны бірінші бағанға орналастырамыз. Бұл тапсырманы орындау барысында сіздер жануарлардың түрлерін танисыңдар, оларды ажыратып қалай көбейетінін білесіз. Сонымен бүгінгі сабақта сіздер жануарлардың түрлерін ажырата алдыңдар, жануарлардың көбею жолдарын анықтай алдыңдар, жануарлардың төлдерін сәйкестендірдіңдер. Келесі бейне сабақтың астында сілтеме берілген, сол сілтеме арқылы тапсырмаға өтіп тапсырмаларды орындаңыздар. Сіздерге мынандай тапсырма берілген, өсу ретімен жаз. Мысалы, бунақденелілер, мысалы, көбелектің қалай көбейетінін анықтау қажет. Мысалы, ең ақырысында көбелек болса, ол ең алдымен не болады? Құрт, қуыршақ, жұмыртқа әр бөліктерін орналастыру арқылы дұрыс жауабын анықтай аласыздар. Барлығын орналастырып болғаннан кейін бұл нүктеге басып дұрыс қате жауапты анықтайсыздар. Тапсырмаларды орындап болсақ, өзіміздің бүгінгі сабаққа бағалап шығыңдар. Барлығын жақсы түсінсеңдер қызыл түспен, сұрақтар болса сары түспен, мүлдем түсінбесеңіздер жасыл түспен белгілеп жібересіздер.